Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен баялыдан, яғни баклажаннан осындай әдемі және дәмді рулеттер дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: баклажан, кішкене ұн, осындай арнайы ұнтақ, яғни панировочный сухари қажет болады, майонез, қызанақ, яғни помидор, жұмыртқа және де сарымсақ қажет болады. Ең алдымен баклажанымызды жуып тазалап аламыз. Сосын видеодағыдай көрсетілгендей жіңішке тілім етіп, жұқа етіп кесіп аламыз. Ең соңғы осындай қабығын қолданбаймыз. Міне осылай бәрін жұқа, жіңішке етіп турап алдық. Енді қызанағымызды видеодағыдай ұзын сопақша етіп турап аламыз. Яғни соломка тәріздес қылып. Майонезіміздің үстіне сарымсағымызды осылай үккіштен өткізіп қосамыз. Бұл өте тез дайындалатындықтан табамызға майымызды құйып, қыздыруға қойып қоямыз. Жұмыртқамызды осылай шанышқымен араластырып аламыз. Енді алдына турап алған баклажанымыздың бір тілімін алып, ұнымызға ойнатамыз. Сосын жұмыртқамызға ойнатамыз. Сосын барып, ұнтағымызға ойнатамыз. Осылай барлық баклажан тілімдерін ойнатып аламыз.
майымыз қызды. Енді дайындап қойған баклажандарымызды салып, екі жағынан қуырып пісіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Піскен баклажанымызға майонез бен сарымсағымызды жағып, қызанағымызды салып, видеодағыдай ораймыз. Сосын осылай ағаш таяқшамен қыстырып қоямыз. Осымен өте дәмді және оңай жасалатын баклажаннан рулеттеріміз дайын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.